Pythonның қарапайым түрі. То есть ұшақ қана строчка. Бізге не деп тұр? Трассировканы жасап көрейік. Қараңыздар, k маған 5-ті беріп тұр. И ол не істейді? For I in range'тың мына жағына түседі 5 деген мән. Ол нені білдіреді? Мендегі цикл, то есть for деген цикл, 1 мен 4-тің арасында жүреді. 5 деген саны саналмайды, 1 мен 4-тің арасында жүреді. Значит, мына жақтағы a деген мәнге 1, 2, 3 және де 4 деген мәндер берілетін болады. Сөйтіп мен осы мәндерді аламын да, просто астындағы принтқа қоя саламын. То есть, біріншісінде 1, көбейтілген 2 это 2, 2 көбейтілген 2 это 4, 3 көбейтілген 2 это 6 и 4 көбейтілген 2 это 8. Енді мен не істеймін? С вариантын белгілеймін. Назар аударыңыздар. Мына жақта Б варианты өте дұрыс жауапқа жақын. Бірақ та біз 5 деген санды, жаңа К5 болды ғой, оны санамаймыз, өйткені от до, да, то есть 1 входит в диапазон, а соңғы сан сендерде диапазонның ішіне кірмейді. Вот. Сол себепті біз тек қана 4-ке дейін ғана аламыз, а это значит С варианты, то есть 8 соңғы сан болады, и дальше сонымен тоқтап қалады.